Бүгін пончиктің рецептімен бөлісемін. 3 қасық қант, 1 қасық тұз, дрожжымызды салып, жылы сүт құйып, жақсылап араластырамыз. 1 жұмыртқамызбен сары майымызды қосып араластырып, илегішпен ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды бөліктерге бөліп шығамыз. Видеодағындай көрсетілгенде қылып, пончигімізді жасап шығамыз. Пончигіміздің барлығын жасап шығып, 20 минуттай қайтадан көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген пончиктерімізді қызып тұрған майға 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Пончиктерімізді піскеннен кейін ыстық суға шоколадымызды салып, ерітіп аламыз. Шоколадпен әсемдеп шығамыз. Пончигіміз өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Рахмет видеоның соңына дейін көргендеріңізге.